Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2015 жылы шыққан «Воздух» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Фильм Америка президентін халқына үндеу жасаумен бастау алады. Ол билік үшін ең маңыздысы американдық азаматтардың өмірін сақтау екенін айтуда. Сөйтсе жер шары биохимиялық қарудың нәтижесінде хаосқа еніпті. Адамзаттың басым көпшілігі жойылып, ал ауа тыныс алуға жарамсыз болып қалған. Адамзатты құтқарып қалу үшін Америка билігі тез арада жерасты бункерлерін салады. Онда ғалымдар криогендік ұйқыда жататын болады. Әр бункерлерде бірнеше қызметкерлерден бар. Әр 6 ай сайын ұйқыда жатқандарды 2 сағатқа оятып отыратын. Біз келесі сценада сондай бункерлердің қызметкерлері болып табылатын 2 жігітпен танысамыз. Алғашқысы Бауэр, ал екіншісі Картрайт. Бауэр ұйқысынан оянғасын капсуладан шығуға асығады, жүрек айнуды сезініп. Ол инженер болып табылғандықтан Картрайт оянғанша компьютерлік дискілерді зерттеуге көшті. Осыдан кейін олар әдетте істеген шаруаларына кіріседі. Олар жер бетіндегі ауаның құрамын тексерді. Әзірге ауа әлі улы. Олар сонымен қатар басқа объектілердің қызметкерлері тіркелгенін анықтайды. Бірақ объектілер арасында әзірге байланыс болмай тұр. Картрайт өзінің достары мен жақындарының суретін қарауда, осы сәтте Бауэр пайда болып оған олардың өліп қалғанын есіне салады. Сосын оның қолына бірқатар ақпараттарды зерттеуге берді. Ол ақпараттардан сейсмикалық белсенділік болғанын анықтады. Сондықтан олар ұйқы режимде жатқандарды тексеруге аттанды. Кенет Картрайттың көзіне әйелінің суреті түсіп кетіп, ол қалай Эббидің қасында отырғанын елестете бастайды. Картрайт Бауэрдің қарсылығына қарамастан ұйқы режимде жатқандардың адамзаттың болашақ екеніне сенімді. Тіпті ол формула ойлап тапқан екен, олардың тағы қанша сағат ұйқыда жату керек екенін есептеп шығару үшін. Оның есептеуінше оларға тағы да 20 ауысым бойы ұйықтап жату қажет. Бауэр өзінің өмірін осы ұйықтап жатқандардың болашағы үшін қызмет етіп өткізіп жатқанына разы емес. 2 сағаттың аяқталуына аз қалғанда сейсмикалық белсенділіктен Картрайттың төсегі жанып кетті. Ол дереу арада Бауэрге өрт сөндіру құралын алып келуді айқайлайды. Бірақ олар қайта ораламын дегенше капсула толығымен жанып кетеді. Оларға берілген 2 сағат аяқталып, жарық сөніп, ауа берілу тоқтатылды. Факелді жаға отырып, Картрайт апатты өшіру бар екенін анықтайды. Олар ол клапанды тауып, ауа берілуді күтіп отыр. Уақыттарын қысқарту үшін бір-бірімен ақпараттармен бөлісе бастайды. Бауэр өзінің жұбайы және 3 қызы бар екенін мойындайды. Электр жабы қайта қалпына келтірілген соң қосымша ауа беру жүйесін қайта іске қосып, тағы да оларға 2 сағат берілді. Олар уақытты жоғалтпай дереу қоймаға аттанды, қосымша камераны табу үшін. Бірақ онда жоқ. Сондықтан олар басқа қоймаларды қарастыруға мәжбүр. Олар жертөлеге қарай түседі. Картрайттың клаустрофобиясы бар болғанына қарамастан, қуанышқа орай өздеріне керекті затты тауып, оны қайта қалпына алып келіп орнатады. Капсула белсендірілген кезде Бауэр қандай да бір қателік бар екенін байқап, Картрайтқа мені шығар деп айқайлауда. Алайда Картрайт оны естімейді. Кенеттен капсула бақылаудан шығып Бауэрді төмен тарта бастайды. Нәтижесінде ол тұншығуда. Ол азапты өлімнен өлудің азақ алдында қалғанда Картрайт пайда болып, оны аман алып қалды. Бірақ құтқару процесінде ол капсуланы сақындап алды. Ал мұнда басқа капсула жоқ. Басқа таңдау көрмеген Бауэр ұйықтап жатқан адамды шығарып жіберейік деп сынады. Бірақ Картрайт қарсы, біз олардың амандығын қорғауға міндеттіміз деп жауап ретінде Бауэр біз басқалардың ғана емес, өз амандығымызды ойлауымыз қажет дегенде Картрайт оның сөзіне келіседі. Еркек ұйықтап жатқандардың біреуін өлтіру үшін морфий дайындауға кірісті. Бірақ кенеттен оның алдында Эббидің сұлбасы пайда болып, басқа жолдың болуы қажет екенін айтады. Оның ойланып қалғанын көрген Бауэр морфийді қолына ала берейін деген істі өзі бітіру үшін. Алайда оны Картрайт тоқтатып, біз өлтіруші емеспіз деп айтады. Бұл екеуінің арасындағы ұрысқа алып келіп, олар физикалық арпалысқа түсті. Олар сызбаларды қарауға көшіп, ол жерден кодты тауып алады. ABC басқа объектіге тиесілі. Демек олардың арасында қосымша бункер бар, тағы басқа капсулалары болуы мүмкін. Картрайт сонда баруды ұсынды. Бірақ Бауэр бұл ауа тығыздықшыны алып келіп, улы ауаны шығарып жіберуі мүмкін екенін айтады. Бұл қауіпті миссия болып табылады, бірақ соған қарамастан олар тірі қалу үшін орындау қажет. Осылай Картрайт қорғаныш костюмін киіп алса, Бауэр оған радио арқылы нұсқау беріп отыратын болады. Сонымен қатар бірқатар камераларды жөндеп қойды, оның жолын, навигациясын жеңілдету үшін. Бірнеше минуттан кейін Картрайт көрші кәсіпорынға кіретін есікке келді, алайда ол құлыптың жабысып қалғанын байқайды. Бауэрдің нұсқаулығының арқасында ол ішке кіруге рұқсат алды. Ішке кірген еркек қатты таңғалды. Объект көптеген уақыт бойы әрекетсіз болып, нәтижесінде көптеген адам өліп кеткен. Бұны көрген Картрайт өзінің тірі қалуға деген үмітін сөндіре бастайды. Бірақ осы сәтте Эббидің келбеті пайда болып, оны соңына дейін күресуге үгіттейді. Бауэр оны бірнеше метр жерде орналасқан түтікке қарай бағыттады. Алғашында Картрайт өзінің фобиясынан ішке кіруге қорқып тұрған, алайда оның басқа таңдауы жоқ.
Ішке енген ол көптеген мәйіттерге тап болды. Олар жылжыған сайын радиосигнал әлсірей бастайды. Сондықтан Бауэр сигналды қайта күшейтуге тырысуда. Ол пышақ іздеп, оны құрал жабдықтардың арасынан тауып алды. Өзі тастап кеткен жерден емес. Ол оның күдігін тудырып, ол бейне бақылау камерасын тексерейін деп шешті. Түсірілген бейнені қараған Бауэр ол өліп тұншығып өліп бара жатқан кезде Картрайттың соңғы сәтке дейін қасында тұрғанын көреді. Ол оны өлтіргісі келген, бірақ соңғы сәтте қайта ойланған. Бұл уақытта Картрайт бірдеңенің дұрыс емес екенін сезеді. Бірақ соған қарамастан алғашқы жылжуын жалғастырады. Ол шатырды ашып жер бетіне көз салды. Қала ядролық бомбадан толығымен жойылып кеткен. Ары қарай объектіні зерттеген ол ұйқы режимде жатқандардың бәрі өліп кеткенін көреді. Ал компьютер олардың тірі әрі бәрі жақсы екенін көрсетіп тұр. Бұл олардың жалғыз емес екенін сендіру үшін бағытталған алдау секілді. Бейне бақылаудан кейін Бауэрдің көңілі түсіп, ол жүйенің бәрі өтірік, ешкімге сенбеу керек екенін айтады. Картрайтта жер бетінде тірі қала алған жалғыз өздері деген теорияға сене бастайды. Ол ауасы таусылып бара жатқандықтан кәсіпорынға қайта оралайын деп шешті. Есікке келіп залалсыздандырудан өткесін, ол пышақта ұстап тұрған Бауэрді көреді. Ол адам пышақты қайдан тауып алдым деп ойлайсың деп сұрайды. Оның бар шындықты біліп қойғанын түсінген еркек оны ішке кіргізуді сұрайды, барлығын түсіндіріп бере алу үшін. Бірақ Бауэр оны кіргізуден бас тартып, оны айыптауда, сен мені өлтіруге тырыстың деп, сонымен қатар оны өз үшін және ұйықтап жатқандар үшін қауіптісің деп жариялап, оны кіргізуден бас тартады. Өзінің ауасы таусылып бара жатқанын байқаған Картрайт ABC ғимаратына қарай жүгірді, бірақ ол адасып кетті. Осы сәтте оған қайтадан әйелінің елесі елестейді, оны түтікке қарай бағыттап. Бұл уақытта Бауэр оны сатқындық пен арамдық айыптауда. Оның сөзіне құлақ аспаған Картрайт өз жолын жалғастырып, өзінің объектісіне қайта оралды. Ол өз костюмін шешіп, диспетчерлік объекті арқылы өтуге тырысуда. Алайда оның алдында Бауэр тұрады, пистолетімен. Картрайт одан жасырынып қалуға тырысуда. Бауэр оның артына түседі, өзінің енді одан қорқатынын айтып, өйткені ол ұйықтап жатқан кезде оны өлтіріп кетуі мүмкін. Бірнеше уақытта қуғаннан кейін Картрайт медициналық бөлмеге еніп, ол жерден кішігірім морфий тауып алды. Ол осының көмегімен әріптесін өлтірмек, алайда қайтадан батылдығы жетпей қалды. Осы сәтте оның алдында әйелінің сұлбасы пайда болып, оған оны өлтіруге кеңес береді. Әйтпесе, ол сені өлтіретін болады деп. Әйелінің кеңесі бойынша ол диспетчерге газды баллонмен қайта оралды, бірақ артынан Бауэр пайда болып, оның арқасынан оқ атып қалды. Бауэр оны нысанаға алып отырғанда, Картрайт фотографияны көрсетіп, мен аяй көр деп жалына бастайды. Оның назары ауған сәтті пайдаланып, оны бір ұрып түсірді, ал кейін қашып кетеді. Бауэр суретті қолына алып, капсулалар бөлмесіне қарай бағытталып, сәйкестікті байқайды. Оның әйелі ұйқы режимде жатқанын түсініп, ол Картрайтқа қоқанлығы көрсетуде. Шық, әйтпесе мен сенің әйеліңді өлтіретін боламын деп. Оның артынан бүлдіртпей тығылып тұрған Картрайт күтпеген жерден пайда болып, оған морфий дозасын тығып алады. Морфий әсер ете бастап, Бауэр өз бақылауын жоғалтып, ақыр соңында ол өз тағдырына мойынсынайын деп шешті. Өлер алдан әйеліңе қамқор болатын бол деп кеңес береді. Криогендік капсулаға енбей тұрып, Картрайт өз-өзіне енді осы жерге қамқорлық жасайтын жалғыз өз екенін айтты. Соңғы сценада Картрайттың өз есіне келгенін көреміз. Ол бірнеше жылға қартайып қалған секілді. Басқа капсулаларда ашыла бастайды. Объектінің жүйесі оларды оятқандықтан. Олардың барлығы палаталарынан шығып жер бетіне қарай бағытталды. Фильм Картрайттың өз әйелмен қанша жылдық айырылысудан кейін құшақтасқан жерінен аяқталады. Бүгінге осы. Егер осында видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз.